Армысыздар, эфирде шарайна. 5-ші жаңалықтар қызмет ұсынатын ақпараттар легімен таныс болыңыздар. Студияда Құралай Көбенова, бүгін көретіндеріңіз. Желідегі жала сотқа ұласты. Үштөбеде көршісі кәріз суын арыққа ағызды деп айыптаған монша иелері өз абыройын сотта қорғамақ. Тексеріс тазалықты дәлелдегенмен де бизнес беделіне нұқсан келді. Кемеңгер басшы ізімен Бұқаржау аудандағы Ростовка тірек мектебінде ардақты ұстаз Нұриден Өмірбаевты ұлықтауға арналған өнегелі байқау өтті. Шара кітапханашылар мен мектеп оқушыларын бір арнаға тоғыстырды. Шахтинск қаласында жергілікті тұрғындарды қорқытып бопсалаумен және алаяқтықпен айналысқан 10 адамнан құралған қылмыстық топқа қатысты сот үкімі шықты. Темір тұлпарды баптау қиындады. Қазақстанда көлік жөндеу мен қосалқы бөлшектер бағасы бір жылда 17%-ға, ал ілеспе қызметтер бірден 28%-ға қымбаттады. Жүргізушілердің қалтасын қаққан қымбатшылықтың себебі неде? Үштөбе ауылында үлкен жанжал туындады. Көршілердің бірі әлеуметтік желіге видео жариялап, жергілікті монша иелерін кәріз суын арық жүйесіне ағызды деп айыптаған. Жауапты ведомстволардың тексерісі бұл заң бұзушылықты растамағанымен де кәсіпкерлік нысанның беделіне нұқсан келді. Енді монша иелері өздерінің адал атын әлеуметтік желіде емес, сот алында қорғауды жөн көрді. Толығырақ тілші тарқатады. Үштөбе ауылындағы ірі монша кешендерінің бірінің басшылығы енді өздерінің ақ адал екенін дәлелдеп ақталуға мәжбүр. Олар кәріз суын нөсер жүйесіне ағызып жатқан жоқпыз дейді. Басқарушы Алексейдің айтуынша, кейінгі бірнеше жылда әлеуметтік желідегі видеолар мен көршісінің шағымынан кейін ондаған мемлекеттік орган тексеріс жүргізген. Бұл толассыз тексерулер кәсіпкерліктің жұмысына кедергі келтіріп, бизнес беделіне үлкен нұқсан келтіруде. Есть свой септик, есть своя. Біздің өз септигіміз, өз кәріз желіміз бар. Шамамен 500 текше метрді құрайды. Барлық кәріз су сонда жиналады және күн сайын арнайы фирмамен жасалған келісім шарт бойынша сыртқа тасымалданады. Бәрі заң жүзінде. Машиналар күнде тасиды. Бір машинаның бір рейсі 8000 теңге, яғни күніне 15 рейс жасалады. Енді өзіңіз ойлап қараңызшы, ол видеоға түсіріліп желіге салған кішкентай су іркінтісін айтады. Егер біз бәрін сыртқа ағызатын болсақ, бұл жерде қаншама су болатынын елестету қиын емес. Алексейдің сөзіне сенсек, бұл тексерістің басы дәл шағымданушы көршісіне көмектесуден басталған көрінеді. Изначально, вот он там давил на жалость, вот... Басында ол көмір алуға ақшам жоқ деп аянышты қылып айтты. Көрші ретінде сөйлестік. Менің басшылығым тым қайырымды адамдар болғандықтан оған көмектесіп алға қадам жасады. Бірақ ақыр соңында бұл жақсылығымызды әлсіздік деп қабылдады. Кейін ашықтан ашық ақша боп салай бастады. Белгілі бір сәтте шектен шығып кеткен соң біз кешір досым, енді көмектесе алмаймыз дедік. Міне содан кейін бәрі басталды. Түрлі түсірілімдер, бұлар кәріз суын ағызып жатыр деген айыптаулар мен арандатушылықтар шықты. Негізінде моншаның жанына жер астымен нөсер жүйесі өтеді. Сәл әріректе бұл жүйе ашық арнаға айналады. Ол көктемгі су тасқыны мен нөсер кезінде ауылды су басудан сақтайтын жалғыз жол. Дәл осы су жолы жолдың астынан өтіп, дәл сол шағымданушы көршінің үйіне тіреледі. Қызығы сонда Алексейдің моншасы жақтан келетін бастаулар құрғақ арнадағы су мүлдем басқа жақтағы кішігірім көлшіктен бастау алып ағып жатыр. Айта кетерлігі, сол шағымданушы көршілердің өздері де шағын саунаның иелері, ал олардың нысанның қарсы алдындағы аумақ пен арнаның сиқы мынадай. Жергілікті тұрғындардың бекітуінше дәл осы жерде астына көмілген құбыр арқылы сол саунадан қалдық су ағып жатыр. Ни река, ни речка. Бұл өзенде өзеншікте емес, бұл еріген қар суы ағатын арық. Міне, көріп тұрсыз ба? Ол басынан аяқ көгеріп жатыр. Ол монша жақтан келуі мүмкін емес, өйткені ол жақтан келетін арна жоқ. Түсінесіз бе? Мұның бәрі қоқыс. TikTok желісіне видео жүктеп шу шығарған автордың өзі камераға түсуден бас тартты. Бірақ оның анасы сұхбат беруге келісті. Бұған дейін бұл кісі тіпті президентке дейін бейне үндеу жолдаған екен. Вода загрязнена. Су ластанған, балықтар қырылды. Бірнеше жыл бойы жердің берекесі қашты. Менің сан мәрте жасаған үндеулерім, шағымдарым мен өтініштерім ешқандай нақты нәтиже берген жоқ. Бұл заң бұзушылықты ешкім тоқтата алар емес. Мен заңға бағынатын азамат ретінде өз жерімнің меншігесі ретінде қорғаусыз қалдым. Уже 8 лет мы боремся. Осымен күресіп келе жатқанымызға 8 жыл болды, бірақ олар бәрібір ағызып жатыр. Ағызғаны аздай өздерін өте дөрекі ұстайды. Бірде маған полиция шақырады, бірде балама шақырады. Ол жерде монша өртенгенде тіпті құтырып кетті. Баламды айыптады. Біз тек кәріз қалдықтарын ағызбауын сұраймыз. Су менің жерімнен ағып жатыр. Мен ол жерге ештеңе сала алмай қалдым. Кімнің суды қайда ағызып жатқанына тек тәуелсіз сарапшылар ғана нақты нүкте қоя алады. Ал монша кешенінің иелері кез келген тексеріске дайын екенін және кәрізді нөсер жүйесіне төкпегенін дәлелдеп, өз беделін сотта қорғап қалатындарын айтады. Ни один госорган это не подтвердил.
Бірде-бір мемлекеттік орган заң бұзушылықты растаған жоқ, және менің қорғауымдағы тарапқа ешқандай айыппұл салынған емес. Керісінше біз ол абоненттің өз кәріз суларын арыққа қалай ағызып жатқанын видеоға түсіріп алдық. Бұл бейне дәлелдерді тиісті тексеру жүргізу үшін экология департаменті мен Бұхар-Жырау ауданының әкімдігіне жолдадық. Көршілер арасындағы мұндай тұрмыстық жанжалдар интернет кеңістігіне шыққанда тек мемлекеттік органдардың тексерісімен ғана шектелмейді. Әлеуметтік желідегі мұндай жазбаларды сот жала жабу немесе беделге нұқсан келтіру деп қарауы мүмкін. Ал қандай да бір компроматты жариялаймын деп қорқытып пайда табуға тырысу әрекеті бопсалау ретінде квалификацияланады. Бұл тікелей қылмыстық бап. Бұл хикаяның қалай аяқталатынын біз алдағы уақытта бақылайтын боламыз. Диана Саятқызы, Ирина Вабишевич, Оксана Митюхина, Данил Заславский, 5-ші арна. Жаңа қуат көздері, газификация және де жылу. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаев Қарағанды облысына жұмыс сапарымен келді. Ол өңірдегі негізгі міндеттердің орындалу барысын тексеріп, ірі индустриалды және энергетикалық жобалардың дамуымен танысты. Сапар барысында басты назар өнеркәсіптік кәсіпорындарды модернизациялауға, жылу беру маусымына дайындыққа, сондай-ақ жылу энергетикасы мен газификацияны дамыту мәселелеріне аударылды. Теміртау қаласында премьер-министрдің бірінші орынбасары Қармет металлургиялық комбинатына барып, кәсіпорынның өндірістік процестермен және модернизациялау бағдарламасымен танысты. Домна пештерін табиғи газға көшіру, мазутты пайдалануды толықтай тоқтатуға, агрегат жұмысының тұрақтылығын арттыруға және қоршаған ортаға тиетін әсерді азайтуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ Нұрлыбек Нәлібаевқа комбинаттың жаңа өндірістік нысандарының құрылыс барысы туралы баяндалды. Жұмыс сапарының бөлек бір бөлігі Теміртау мен Қарағанды қалаларының жылу беру маусымына дайындығы мен энергетикалық инфрақұрылым модернизациялау мәселелеріне арналды. Бірінші вице-премьер алдағы жылу беру маусымында ешқандай проблема туындамауы тиіс екенін атап өтті. Сапар барысында 1 қыркүйекке дейін барлық нысандар бойынша дайындық паспортын алу қажеттілігі жүктелді. Сонымен қатар вице-премьер Қарағандыдағы нөмір 3 жылу электр орталығында жүріп жатқан жөндеу науқанының барысымен және де станцияны кеңейту жобасымен танысты. 28 жылдың ортасында құрылысты аяқтау, іске қосу, баптау жұмыстары және пайдалануға беру жоспарланған. Сапар барысында Қарағандыны газдандыру, яғни табиғи газбен қамтамасыз ету мәселесі де қаралды. Биыл жобаның бірінші кезеңін аяқтау жоспарланып отыр. Биыл біз іске қосатын нысандар Таукөл және Күнгей шағын аудандары. Желілердің жалпы ұзындығы 202 шақырымды құрайды. Бүгінгі таңда қаржыландыру 100% шешілген, ал пайдалануға беру мерзімі биылғы жылдың қазан айы. Осы 2 шағын аудан күзде газға қосылады. Өңірдің индустриалды дамуы аясында Нұрлыбек Нәлібаев өңдеу өнеркәсібінің бірқатар кәсіпорындарын аралады. Премьер-министрдің бірінші орынбасары бұл өңірлерді мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша аралап жатқанын атап өтілді. Жобалардың барлығы енді өте жақсы. Бірнеше біз заводтарда болды. Кем дегенде әрқайсында 400 адамнан жұмыс істеп жатыр, алдында 1000 адамнан жұмыс істеп жатыр. Қарметте болды. Ол жерде енді орташа жалақы 619 мың теңге. Бұрынғыға қарағанда ояқта көп жұмыстар жасалған. Қаланың өзіне де, Теміртау қаласына үлкен көмектесіп жатыр. Салық түсімдері де осыдан 3 жыл бұрын 80 миллиардтың көлемінде салық төлеп келсе, бүгінде 147 миллиардқа дейін салық төлеп жатыр. Ол енді өте жақсы. Жұмыс сапарының қорытындысы бойынша вице-премьер өнеркәсіптік және энергетикалық жобаларды жүзеге асыру Қарағанды облысын дамытудың маңызды факторларының бірі болып қала беретінін атап өтті. Құралай Көбенова, Данил Заславский, 5-ші арна. Бұхар-Жырау ауданында басшы, ұлағатты ұстаз Нұриден Өмірбаевтың өмір жолы мен ғибаратты еңбегіне арналған шығармашылық байқау өтті. Ростовка Трек мектебі ұйымдастырған кемеңгер басшы ізімен атты бұл сайыс мектеп кітапханашылары мен 8-10 сынып оқушыларын бір арнаға тоғыстырды. Жобаның басты мақсаты өскелең ұрпақтың бойында көшбасшылық қасиетті қалыптастырып, кітап оқуға деген құштарлығын арттыру және ардақты ұстаздың тұлғалық бейнесін дәріптеу. Толығырақ Диана Саятқызының сюжетінде. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп халық даналығы тегін айтпаса керек. Саналы ғұмырын ағартушылық жолына арнап, аймақ білімінің дамуына өлшеусіз үлес қосқан ұлағатты ұстаз Өмірбаев Нұриден Мариякұлының өмір жолы мен еңбегі кейінгі ұрпаққа өнеге. Осы орайда қастерлі қара шаңырақ атанған Ростовка Трек мектебінде дара тұлғаның бейнесін дәріптеуге арналған алғаш рет өткізіліп тұрған шығармашылық байқау шымылдығын түрді. Айта кетейік, аудандық байқауға 10 жұп келіп бақ сынады.
Былтырғы оқу жылында, яғни 2025 жылы ол кісі өмірден өткеніне 5 жыл толуы және өзі тірі болғанда 75 жасқа толар еді деген тартуымыз ретінде осы кісі туралы естеліктер жинағын шығарған болатынбыз. Сол жинақты шығарғаннан кейін біз аудандық кітапханалармен семинар өткізіп, сол кітапханаларға кемеңгер басшының ізімен жаңа естеліктер жинағын тараттық. Сол естеліктер жинағы сөрелерде шам басып жатпасын, ұрпақ білсін, сол кісінің тағылымын насихаттау мақсатында ұйымдастырылып жатыр. Байқау 3 кезеңнен тұрды. Алғашқы тұлға және тарих кезеңінде қатысушылар 2 минут ішінде өздерін ұстаз тағылымымен үндестіре отырып таныстырды. Білекке сенген бірді жығат, білімге сенген мыңды жығат. Ал екінші кезеңде білім биік белес атты интеллектуалдық сайыс болса, байқаудың түйіні смарт пазл басшының портреті атты шығармашылық кезеңімен түйінделді. Асқар тау ардагерлік бағаналған, ұстаздық іргелі ойы сараланған. Мен үшін ұлы ұстаздың бүгінгі күн өзіндік жолы жатып дараланған. Ұстаз ол еңбегінің жемісі бар, атқарған ұлан ғайыр сорысы бар. Білімнің әр жүрекке нұры төкті, кенеген сол нұрмен өрісі бар. Сөз маржанын тере білген сахна мәдениетін игерген үздіктердің додасы қызу жалғасты. Жүйріктен жүйрік өз аршақта қатысушылардың ұшқыр ойы, жылдамдығы мен жауаптарының нақтылығы сынға түсті. Осынау сәт ұлағатты ұстаз Нұриден Мариякұлының өнегелі өмір жолы туралы естеліктерімен де жалғасын тапты. Нұриден Мариякұлын әрине жаңа Сәбит Сейітші айтып кетті. Кезінде қазіргі уақытпен салыстыруға келмейтін заман болды. Сол кезде осы білім саласының көшін алға сүйреп, осы сапаны қалай көтерем, балаларды қалай тәрбиелейміз деген мақсатта әртүрлі жоба енгізіп, бір сондай тірек мектептер, ресурстық мектептерді құруда ең алғашқы болып бастаған осы мектептер еді. Тұлғаның тұғырлы бейнесін ұлықтайтын рухани додаға келген өлеңдердің талпынысын көрген көрермен де қазылар алқасы да ерекше тебіреністе болды. Нұриден Мариякұлы мен 40 жылы иықтіресе бірге ғұмыр кешіп, өзі де жарты ғасыр бойы ұстаздық қызметтің ыстық суығына төзген асыл жары да жүрек жарды ықыласын жеткізді. Ең жақсы мамандық ол ұстаздық екен деп сөйтіп айтқанын мен білемін. Сондықтан бұл мамандықты ол кісі сондай ұнатты. Осы мектепке енді әжептәуір қызмет істеді, оны бәрі біледі. Тек қана сол мектеп деп ол кісі жүрді. Тартысты доданың бас жүлде егерлеріне 50 мың бұйыртса, бірінші орынға 40 мың, екінші орынға 30 мың, ал үшінші орынға 20 мың теңге ақшалай сыйақы табысталды. Диана Саятқызы, Дмитрий Обрық, Равиль Валеев, 5-ші арна. Кәріз суы тікелей өзенге, алудан Қарағандының басты су қоймасына құйылып жатыр. Панель орталық тұрғындары қолқаны қабатын сасығы естен тұншығып, дабыл қағып жүргеніне 2 жыл болды. Экологтар дәрменсіздіктен қолдарын бірақ сілтесе, әкімдік тұрғындарға кінәліні өздеріңе іздеуге кеңес береді. Федоров су қоймасын шын мәнінде кім улап жатыр және шенеуліктер неліктен заң бұзушыларды таба алмай отыр? Бұл мәселе жайлы толығырақ жаңалықтардан кейін арнайы репортаждан көре аласыздар. Ешқашан жұмыс істемеу үшін көп ақша ұрлағым келді. 22 мамырда Шахтинск қалалық соты Шахтинск тұрғындарына қатысты алаяқтық пен бопсалау деректері бойынша айыпталған 10 сотталушыға қатысты үкім шығарды. Келтірілген жалпы шығын көлемі 10 миллион теңгені құрайды. Сотталушылардың әрқайсының мойнында алаяқтық пен бопсалаудың 1-ден 7-ге дейін эпизоды бар. Олардың 6-ы бұған дейінде сотты болғандар. Жәбірленушілер Шахтинск қаласының тұрғындары, негізінен кеншілер. Қылмыстық топ олардың ақшасын алдап қарызға алу, қорқытып үркіту және бастарына несие рәсімдету арқылы жымқырып отырған. Бұл ретте прокурордың айтуынша күдіктілердің кейбірі шалқып өмір сүріп, жалға алынған қымбат көліктермен серуендеген. Мүліктерін иемдену үшін үнемі жаңа адамдарды іздестірумен айналысқан. Куәгермен сөйлесу барысында сотталушы басқа біреулердің өзінен бұрын қимылдап белгісіз бір азаматты бопсалап кеткеніне, ал өзінің бұл қылмысты бірінші болып жасағысы келгеніне кейіп реніш білдірген. Сондай-ақ тағы бір сотталушымен әңгімелесу кезінде ол ешқашан жұмыс істегісі келмейтінін, өмірінде бір-ақ рет ірі көлемде ұрлық жасап, содан кейін мүлдем жұмыс істемей өтуді армандайтынын айтқан.
Дегенмен де олардың көбі бұл іске ерекше қиялмен келген. Жәбірленушілердің пікірінше, қылмыскерлердің құрған тұзақтары мен сценарийлері бойынша кино түсіруге болады. Мысалы, олар алдымен жәбірленушіге біреулердің шабуыл жасаған сәтін ұйымдастырып, содан кейін өздері оны қарудан оқ атып, құтқарушы ретінде кейіп танытқан. Немесе кәмелетке толмаған қызды зорладыңыз деп, іс жүзінде болмаған қылмысты ойдан шығарып, соққыға жығамыз деп қорқытып, ақша бопсалаған. Тіпті жәбірленушінің көлігімен бірдей, бірақ нөмірі басқа автокөліктің суретін фотомонтажбен жасап, мына көлік ұрланған тізімде тұр, мәселені шешіп береміз деп ақша талап еткен. Мұндай айла тәсілдердің ондаған түрі болған. Нәтижесінде сот үкімімен 8 сотталушы 4 жыл 8 айдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылды. Ал 2 адам шартты түрде жаза арқалады. Олардың бірі рақымшылық заңы бойынша жауапкершіліктен босатылды. Были учтены. Ең алдымен жасалған қылмыстың сипаты мен қоғамға қауіптілік дәрежесі, қылмыстың ауырлығы, сондай-ақ жәбірленушілерге келтірілген материалдық шығынның басым бөлігі әлі өтелмегені ескерілді. Оған қоса сот отырысында жаза қолдану шарасын соттың қарауына қалдырған жәбірленушілердің пікірі сотталушылардың өтелмеген соттылығының бар жоғы да назарға алынды. Сот жаза тағайындау кезінде әрбір сотталушыға жеке-жеке тоқталып, олардың мінездемелік мәліметтерін, қылмысқа дейінгі және қылмыстан кейінгі мінез құлқын толық зерттей келе осындай жаза кесті. Сотталғандардың кейбірі үкіммен келіспей апелляциялық шағым түсіруге ниетті. Олардың бірі бұл іске кездейсоқ араласып кеткенін және де ешкімнен ақша алмағанын мәлімдеді. Бұл уәжді жәбірленуші де растап отыр. Сот процесі сотталушылардың жетеуі қамауда отырған Қарағанды тергеу изоляторының спорт залында өтті. Бұған дейін үй қамағында болғандардың бірі сот залынан бірден қамауға алынды. Сотталушылар келтірілген материалдық шығынның бір бөлігін қайтаруға міндеттелді. Ал қалған жәбірленушілер шығынды азаматтық сот тәртібімен бөлек өндіріп алуға құқылы. Құралай Көбенова, Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, 5-ші арна. Ертең бір жағдай болса, кім жауап береді? Пассажирская көшесіндегі көпқабатты үйлердің іргесінен осыдан бір апта бұрын белгісіз траншея қазыла бастаған. Алғашында тұрғындарға бұл жұмыстың мән-жайын ешкім түсіндірмеген. Алайда мұнда жоғары вольтты кабель тартылып жатқаны белгілі болғанда жұрттың ашу ызасында шек болмады. Тұрғындар наразылық білдіріп, техникалардың жолын бөгесе, жұмысшылар тарапынан қоқан лоқы көрсетілген көрінеді. Көпқабатты үйлердің дәл түбінен, терезе түбінен қазу жұмыстарын кімнің және не мақсатпен бастағаны тілшілеріміз анықтап көрді. Получается змейкой, как хочу. Өздеріңіз көріп тұрғандай траншеяны қалай осы солай еректеп қазып тастаған. Олар үйдің кондоминиум аумағынан алысырақ қазуы керек еді. Бірақ үйіміздің мына бұрышына қараңызшы. Бұл жерде қандай кондоминиум шекарасы сақталған. Меніңше жарты метрде арақашықтық жоқ. Тура үйдің іргесінен қазып, іргетасымызды бүлдіріп тастады. Негізі 5 метр қашықтық сақталуы тиіс болатын. Бірақ олай істемеді. Одан кейін мына ағаштарды қараңыз. Жоба бойынша бұл ағаштарды алып тастау керек еді. Олардың бұл жерде тұруы қажет емес болатын. Бірақ олар біздің кондоминиум аумағына басып кіріп, өз жұмыстарын жеңілдеткісі келді. Осыдан бір апта бұрын Пассажирская көшесіндегі үйлердің маңынан траншея қазыла бастаған. Алайда тұрғындардың қойған сұрақтарына ешқандай жауап берілмеді. Мұнда жоғарғы вольтты күштік кабель жүргізілетінін білгенде жұртшылықтың ашу ызасында шек болмады. Бізге ештеңе түсіндірген жоқ. Біз бұған үзілді-кесілді қарсымыз. Бұл бізге керек емес, үйіміз ескі, сондықтан өз қауіпсіздігіміз бен кондоминиумымыз үшін қатты қорқамыз. Тіпті кейбір тұрғындар терезенің астын қаздырмау үшін белгісіз мердігер ұйым өкілдерінің алдын бөгеп қарсылық танытуға мәжбүр болған. Был Анатолий, он был против, лег. Анатолий есімді көршіміз қарсы шығып, үйдің кондоминиумы үшін 7 метр қашықтықты сақтауды талап етті. Олар бұл жерді қазуға рұқсат бермеймін деді. Мұнда жылу желісі өтеді, үнемі құбыр жарылып жатады. Оның үстіне су тартылмайды, көлшік болып тұрады. Біреуді тоқ соғып метуі мүмкін ғой, түсінесіздер ме? Бұл жермен адамдар жүреді. Тұрғындар жұмыстың қалай болса солай жүргізіліп жатқанына және оны біліктілігі төмен мамандар атқарып жатқан сияқты көрінетіне қатты алаңдаулы. Иректелген траншея ағаштардың арасымен өтіп, уақыт өте келе үйдің іргетасына тікелей тақалып қалған. Көршілердің айтуынша жұмысқа кедергі жасағысы келген белсенді тұрғындарға тіпті күш қолданамыз деп сес көрсеткен көрінеді. Заказчик сейчас, вот Нұржан, мой заказчик. Тапсырыс беруші Нұржан есімді азамат, менің тапсырыс берушім. Ал мен бұл жерде жігіттердің бригадирі сияқты болып жүрмін. Бұл жоғарғы вольтты желі, қателеспесем қуаттылығы 6000 вольт. Арақашықтық 3-тен 5 метрге дейін болу керек. Біз кабельді арғы жақтан алысырақ жүргізбекші болдық, бірақ ол жерде басқа кабельдер бар екен. Тұрғындар жарықсыз қалмасын деп ол жақты қазбадық. Үйге қызмет көрсететін компанияда заңды талаптардың сақталмағанына ашулы. Себебі тұрғындардың осы жұмыстарға келісімі туралы хаттаманы рәсімдеу үшін оларға ешкім жүгінбеген. Я говорю, вы знаете, что
Мен оларға сіздер тұрғындардың кондоминиум шекарасын бөлу актісін бұзғандарыңызды білесіздер ме? Дәл осы жерден траншея қазуға рұқсаттарыңыз бар ма дедім. Олар Қарағанды жарық мекемесімен келісілген дейді. Мен онда маған қандай негізде қазып жатқандарыңызды, тұрғындар жиналысының хаттамасын және олардың рұқсатын көрсетіңіздер. Бәрі келісілген болса құжат қайда дедім. Маған ешқандай құжат көрсеткен жоқ. Негізі олар кабельді мына жақпен құбырлардың жанымен жүргізуі керек еді. Неліктен ол жақтан емес тура осы жерден қазып жатсыздар деп сұрадым. Оқиға орнындағы жағдайды мердігер ұйымның учаске бастығы ретінде өзін таныстырған азамат түсіндіруге тырысты. Мелкомбинат қосалқы станциясынан 12-ші фидер тартылып жатыр. Ордер бар. Біз сызба бойынша келе жатырмыз. Тұрғындармен келісім болды. Олар келді. Сосын үйден 5 метр әрі кетуімізді өтінді. Біз әрі қарай жылжыдық. Үйден үлкенімен келісілген болатын. Қазір олардың қайда екенін білмеймін. Бірақ бәрі бар. Қашықтық өлшемі. Бәрі тұрғындармен келісілген. Қол жинағанбыз. Тұрғындардың қолтаңбасымен ресми келісімінің болмауы заң жүзінде өзін білдік деп бағаланады. Мұндай жағдайда үйге қызмет көрсететін компания заң бұзушының есебінен сымдарды бөлшектеп тастауға құқылы. Тіпті жергілікті әкімдікте бұл жерде қазу жұмыстарын жүргізуге ешқандай рұқсат берілмегенін мәлімдеді. Ал Қарағанды жарық компаниясы мердігерлердің тар әрі қысылтаяң жағдайда жұмыс істеп жатқанын алға тартты. Олардың уәжінше электр қондырғыларын орнату ережесіне сәйкес мұндай тар жағдайларда кабельді үйдің іргетасынан 0,6 метр қашықтықта жүргізуге рұқсат етіледі. Алайда бұл аумақта ешқандай тарлық байқалмайды. Оның үстіне дәл осы ереже бойынша ағаштардан кемінде 2 метр қашықтық сақталуы тиіс еді. Ал мұнда ағаштар ешқандай құбырсыз немесе арнайы науасыз, қалай болса солай көмілген жоғары вольтты кабельмен шырмалып қалған. Там именно разработка произведена. Дәл сол жерде жұмыстар қысылтаяң жағдайда жүргізілді. Дәл солай қазылды. Ал ағаштарға келетін болсақ, олардан қашықтық сақтау туралы мұндай шарттар қарастырылмаған. Бұған тұрғын үй коммуналды шаруашылығы бөлімінен арнайы рұқсат алынған. Қарағанды жарық компаниясы жер қазу жұмыстарына арналған қандай да бір ордерді көрсеткенімен де тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі бұл құжатта нақты мекенжай жазылмағанын, сондықтан да ол жұмыс істеуге рұқсат бере алмайтынын түсіндірді. Сондай-ақ ведомство жағдайдың мән-жайын толық анықтау үшін оқиға орнына полиция қызметкерлерін бағыттады. Кто ответит за если кого? Егер біреуді тоқ соғып мерт қылса, кім жауап береді? Қарағанды жарық па, әлде әкімдік па? Кім? Үйдің кондоминиумын бүлдіргенше одан да мына жердің айналасын абаттандырып бермей ме? Құралай Көбенова, Ирина Бабишевич, Оксана Митюхина, Равиль Валеев, 5-ші арна. Қазақстанда көлік жөндеу шығыны жүргізушілердің қалтасын қағып барады. Небәрі 1 жылдың ішінде автокөлікке техникалық қызмет көрсетумен қосалқы бөлшектер бағасы орта есеппен 17%-ға қымбаттады. Бұл соңғы жылдардағы ең жоғарғы көрсеткіш. Ал оған қоса жүретін қызметтері техосмотр, автотұрақ жалдау, көлік жүргізу курстары мен мемлекеттік бажда тіптен шарықта 1-28%-ға жуық өскен. Темір тұлпарды баптау неліктен бұлайша құбылып кетті және енді жүргізушілерге қанша шығындалуға тура келеді. Көптеген автокөлік әуесқойлары темір тұлпарды күтіп ұстаудың қазір айтарлықтай қымбатқа түсіп жатқанын өздері де байқаған. Элементарно техосмотр. Қарапайым техосмотрдан өтудің өзі жеңіл көлікке 8.000 теңге болса, скутерге 10.000 теңге екен. Неліктен екен, неге сүйеніп мұндай баға қоятынын білмеймін. Сол сияқты қозғалтқышты алайық. Дәл өткен жылы менің бір жақын танысым көлігінің моторына толық жөндеу жасатқан еді. Оған 320.000 теңгеге шықты. Қазір бұл баға 500.000 теңгеге дейін жетті. Өзімізде ең қарапайым нәрсе де өндірілмейді. Оның үстіне мына әлемдік жағдайда, яғни логистикада бір жағынан бұзылып тұр. Все дорожает. Бәрі қымбаттап жатыр. Қызмет көрсету де, жұмыс ақысы да, қосалқы бөлшектер де қымбаттады. Көлікті күтіп ұстау қиын, әрі шығынды бола бастады. Мне кажется, вообще... Маған бәрібір сияқты ешқандай айырмашылық сезілмейді. Мысалы, менің көлігім ескілеу 92 жылғы. Күтіп ұстау тұрғысынан ешқандай өзгешелікті байқамадым. Мүмкін тек белгілі бір қосалқы бөлшектердің бағасы өсіп жатқан шығар. Каждая замена масла почему-то обходится... Неге екені белгісіз, май ауыстырған сайын баға 1-2 мың теңгеге қымбаттап отырады. Май фильтр ауыстыру және тағы басқалар. Сосын күнделікті істейтін шаруамыз көлікке бензин құю. Бұл жерде өкінішке орай бағаның тұрақты әрі тоқтаусыз өсіп жатқаны байқалады. Ұлттық статистика бюросының есептеуінше, егер 2022 жылдың 4 айында автокөліктерге техникалық қызмет көрсету мен жөндеу жұмысының көлемі небәрі 36 миллиард теңге болса, 2026 жылдың қаңтар-сәуір айында бұл көрсеткіш 1-104 миллиард теңгеге жеткен. Кейінгі бір жылда жеке көлікті күтіп ұстау шығыны
16,6% қымбаттады. Бұл кейінгі 10 жылдағы өзіндік рекордтық көрсеткіш. Бағаның ең қатты өсімі Павлодар облысында, Астана мен Алматы қалаларында, сондай-ақ Қызылорда және Маңғыстау облыстарында байқалады. Мұнда өсім 18-ден 26%-ға дейін жеткен. Ал ең аз өсім Батыс Қазақстан, Ақтөбе және Атырау облыстарында тіркелді. Автосервис шеберлері де бағаны амалсыз көтеріп жатқандарын айтуда. Өйткені коммуналдық қызметтер жалдау ақысы мен салықтар өскен. Оған қоса қосалқы бөлшектер, майлау материалдар мен техникалық сұйықтықтар да қымбаттап барады. Например, в том году. Мысалы, өткен жылы біз қолданған белгілі бір сұйықтықтың бағасы 1,5 мың теңге шамасында болатын. Биыл дәл сол сұйықтық 2 мың теңгеге тұрады. Біз де қосалқы бөлшектер мен сұйықтықтарды нарықтан сатып аламыз ғой. Сонда бізге мұның бәрін жеткізу, яғни логистика құнының қымбаттағанын айтып түсіндіреді. Біз мысалы бағаны барынша ұстап тұруға тырысамыз. Өйткені халықтың да жағдайын түсінеміз. Айлық өскен жоқ, ал материалдардың бәрі қымбаттап жатыр. Сондай-ақ қосымша құн салығы мөлшерлемесінің өсуімен елге қызмет көрсетуі қымбат. Жаңа көліктердің көптеп келуі де өз әсерін тигізді. Көлік кепілдікте тұрғанда иесінің басқа таңдауы да қалмайды. Ол көлігін тек белгіленген ресми сервистік орталықта ғана қаратуға міндетті. Ал ол жердегі бағалар әдетте өте жоғары болады. Но сейчас у нас построены два больших. Қазір бізде екі үлкен автомобиль зауыт салынды. Үшінші зауыттың құрылысы жүріп жатыр. Олар қазір мысалы электроника, айталық магнитофондар мен мультимедиа жүйелерін шығарады. Кейінірек пластик бөлшектерді, ең алдымен қарапайым нәрселерді өндіруді жоспарлап отыр. Мысалы орындықтар немесе қандай да бір шанақ элементтері, бамперлер және тағы басқалары. Бірақ нақты қосалқы бөлшектерді шығару туралы әлі сөз қозғалып отырған жоқ. Күрделі бөлшектерді біз бәрібір өндірмейміз. Бұл қауіп, яғни олардың сенімділік деңгейін жылдар бойы тексеріп қалыпқа келтіру керек және тағысын тағы. Сондықтан біздің бұған жақын арада келе қоюымыз екіталай. Көлік майларын да өндірмейміз, өйткені мұндай зауыттарды салу тиімсіз. Бізде оны ақтайтындай соншалықты көп көлік жоқ. Сондықтан көліктерге техникалық қызмет көрсету құнының қымбаттауын тоқтату мүмкін емес. Оның үстіне сарапшылардың пікірінше, жүргізушілер бұл бағаны төлеуге дайын болғанша құнның өсе беруі заңдылық. Құралай Көбенова, Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, 5-ші арна. Бүгінге жиналған ақпараттар легі осындай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.